Сау саламатсыздар ма? Сіз бәрімізді жаратқан жаратушының барлығына сенесіз бе? Ал мен білем, маған сеніп қажет емес. Осыған дейін өз ойларымды жай ғана инстаграмда жазып қалдырып жүрген болатынмын. Бүгін бұл бейне жазбаны жасауға менің жанымды жаратқанға бұрынғыдан да жақындата түскен таро картасы себеп болды. Таро картасы бірнеше жылдар зерделеп сол тароның мәнінен ұққан түсінігімді бүгін мен сіздермен бірге бөліскім келді. Қазіргі уақытта көп айтылып жүрген бұл эзотерикаға деген менің қызығушылығым кішкентай кезімнен басталған болатын. Астрологияны көп оқитынмын. Бүгінде сол эзотериканың бір тармағы болып саналатын таро картасы туралы мен сіздерге әуелі сәл түсінік беріп өтейін. Таро картасы бұл Италиядан басталып, ежелгі уақытта адамдарға карта арқылы аян ашып білім берген жоғарғы ұстаздың рухы болып саналған екен. Бұл энергиямен байланыста болған адамның бойында білімге, әртүрлі шығармашылыққа деген қабілеттері оянған. Жоғарғы күштердің рухтары әр адамның жаны неге бейім, сол бағытты терең тануына құштарлығын күшейткен деседі. Тароның әрбір картасында суреттер бейнеленген, сол суреттердің әрқайсысы өзінің иесін алып жүреді, ол киелі жарық пен қараңғы күштердің рухы бар деседі. Яғни бүгінде біз таро картасы арқылы кез келген сұрағымызға жоғарғы күштерден жауап ала аламыз. Адамның тек бүгінгі күнгі сұрағымен шектеліп қана қоймай, өзінің алдын болжайтын немесе өткенін қозғайтын да сұрақтарын қоюға немесе қоймауға да еркі бар. Сұрақ қаншалықты нақты қойылса, соншалықты дәл және дұрыс жауап келеді. Әрбір сұрақты асықпай ойланып қойған дұрыс. Себебі тароның адамға негізгі көмегі бұл әрбір адам әр сұрағына кеңесімен бірге дұрыс жолды көрсеткен бағытын да ала алады. Енді алған кеңесін ол адам қабылдай ма, қабылдамай ма, таңдауды да жеке өзі таңдауы тиіс. Яғни тароның ешкімге не қысымы, не зияны жоқ. Қазірдің өзінде адамдар қай салада болмасын өздерін толғандырған сұрақтарына астыртын ғана тароның көмегіне жүгініп, оның кеңесі арқылы оңтайлы шешім қабылдадым деп жүрген адамдарды да тәжірибеден көріп жүрмін. Дегенмен таро картасы біздің ислам дініне қарсы, себебі карта алдағы болатын жағдайды көрсетеді, ал бұл Аллаға серік қосуың деген уәждерді мен естіп жүрмін. Құраннан қастерлі ештеңе жоқ. Бірақ сол Құранда көрсетілген Аллаға серік қосуың деген сөздің астары мен мән мағынасына көп үңіліп, мұның әр адамның ішкі дүниесіндегі өзінің пасық пиғылдарын басқара алмауынан жан-жағына таратқан жағымсыз әрекеттері екенін ғана түсіндім. Негізінде алдыңа көз салу деген бұл не? Бұл адамның оңды солын тану үшін, бара жатқан бағытының дұрыс бұрыстығын білу үшін әр адамға керек нәрсе. Тіпті кейбір адамдарға құнды көмек болған көріп те жүрмін. Мұндай мүмкіндікті онда неге ашық пайдаланбасқа? Себебі әрбір дұрыс басқан біздің қадамымызбен алдағы өмірімізді өркендете алсақ, бір қате қадамның өзі артқа сүйрейтіні рас қой. Онда жоғарыдағы уәждер дінімізді үстем етумен адамдардың мақсатына жетудегі еркіндігіне тұсау қою емес пе? Тіпті өмірде де мына қолданыстағы заңдарда олқылықтар кездесіп жатады. Сол адамдардың қажетіне жарату үшін сол олқылықтарға түзетулер, өзгертулер, тіпті толықтырулар енгізіп жатамыз ғой. Сол сияқты алдымызға көз жіберіп алғанымызды әкеліп дінге қайшы етіп қойғанымыз қате ұғым емес пе? Осы бір сұрақтар менің көкейімде ұялап қалды. Қазір адамдардың арасында таро картасы туралы екі ұшты пікір орын алған. Біреулер бұл дінге қайшы десе, екінші жағы өздерінің қажетіне пайдалануда. Әрине, бұл кім-кімге де әсер етеді. Бастапқыда тіпті менің өзіме де әсер етіп, тароға бір сақтықпен қарағаным рас, бірақ кейін оны меңгеруге мен саналы түрде келіп, бірнеше жылдар бойы зерделедім. Бұл жерде
көзбен көріп ең әуелі өзім түсінгенім дұрыс деген бір ішкі қағидама сүйендім. Одан кейін әр адамның өзінің бір нәрсеге ықыласы құлап білгісі келсе, ол ынтасына деген шектеу қою мүмкін емес. Бір жағынан әр адамның бір өзінің еркіндігі болуы тиіс. Сіздің де мысалы осы таро картасына деген қалыптасқан пікіріңіз жақсы болмаса, оның көмегіне жүгінбеуге, тіпті мені тыңдамауға да әбден еркіңіз бар. Әркімнің сол еркіндігіменен өзінің таңдау жасау құқығына мен бір құрметпен қараймын, себебі бұл еш жерде жазылмаған, ешбір дау туындатпайтын өмір заңдылығы. Аңғарып қарасақ, әрбір адам өмірде бір құрал сияқты екенбіз. Күнделікті өмірде мамандығымыз арқылы соны құрал етіп, немесе біреуге ісімен, біреуге сөзімен көмектеседі екенбіз. Адамның күні адаммен деп бекерге айтылмаған. Дегенмен әрқайсымыз әртүрліміз. Біздің ішкі дүниемізде жағымды да жағымсыз да тұстарымыз жетіп жатыр. Жағымды жағымыз дегеніміз бұл барлық мейірімді әрекетіміз болса, жағымсыз жағымыз бұл қатыгездік, үстемдік, қызғаныш, азғындық, ашкөздік, астамшылық толып жатыр, тағысын тағылар. Басқаға көмек бергенде жағымды жағымызды пайдалансақ, сол адамға жақсылық бересің, бұл ішкі періштеңмен үндестік тапқаның. Ал жағымсыз жағыңмен берген көмегің бұл ішкі шайтаныңның азғыруына еруің екен. Өйткені адамдар бір-бірімізбен сол қарым-қатынаста жағымды, жағымсыз жағымыздың тепе-теңдігін сақтай алмаған кезде басқаға берген көмегіміз не оны жарыққа апарады, не қараңғылыққа итермелейді. Сонда адамның адамға қандай құралмен қызмет еткені маңызды емес екен, маңыздысы сол әрекетінен жан-жағына ізгіліктің таралуы екен. Таро картасында мен әрине ең әуелі өзіме, одан кейін өзгеге көмектесуге болатын бір көмекші құралдың бірі екенін, және бірте-бірте осы құрал арқылы жан-жағыңа жарық сыйлауға болатынын түсіндім. Ал енді ішкі періштеңменен үндестік табу ол әр адамның өзінің қолында. Әлбетте менің таңдауым бұл қолымнан келгенше бәріне жақсы болсын деу. Кез келген құралды қолына ұстаған адам, мысалы қаруды қолына құрал етіп ұстаған адамды алайықшы, сол қаруменен жамандық та жақсылық та жасай алады ғой. Ендеше жақсы да жаман да ол қарудан емес, сол қаруды басқарған адамның санасы арқылы әрекетінен шығатын сөзсіз. Менің бұл жерде айтпағым, тароны да құрал етіп ұстаған адам ешкімге зиян келтірмей өзгенің игілігі үшін пайдалана аламын ба деген ең болмағанда өзінің әрі алдында іштей жауаптылығы болуы керек. Құранды қастерлеген отбасында қазақ тәрбиеде өстім. Сол Құранымыздың аяттары адамға туралықты беріп, азғындықты сатып алмауын, ізгі істерді жасауын уағыздайды ғой. Тароның да мәні адамдарды мейірімге, жақсы болуға шақырып, мұнда да зұлымдыққа орын жоқ. Сонда біздің дінімізге қарсы қарама-қайшылықтарды мен тароның мәнінен мүлде таппадым. Қайшылық орын алу мүмкін шығар, егер тароны құрал етіп ұстаған адам жоғарыда айтып өткен өзінің ішкі әлемінің жағымсыз тұстарын асыра пайдаланып, өзін пір санап, Алладан да күштімін деп астамшылық әрекеттерді жасаса. Көп жылдар лайықты демалысқа шыққанға дейін сотта да, құқық қорғау органдарында да жұмыс жасап кеттім. Қызмет адамдардың түрлі тағдырлармен кездестіреді. Біреу қылмысты қасақана жасайды, біреу қылмысты абайсызда жасайды. Мына әсіресе адам өлтірумен байланысты аса қатыгездікпен жасалған қылмыстарды тергеуде жаның түршігеді. Бірақ соның өзінде қылмыскерді қатыгездікке итермелеген не деген себебін іздеп, оның ішкі жан дүниесін, тіпті пиғылын түсінуге тырысып бағасын. Сонда ойлайсың,
адамның ішкі дүниесінде кейде өзге түгілі өзі де түсінбейтін қатпарлар қандай көп еді деп. Сондықтан таро картасын бір жағынан осы дәуірдегі адамдарға жоғарғы күштерден жаңа түсінік әкелетін құрал деп мен қабылдадым. Адамның ішкі жан дүниесінің жақсыға қарай өзгеруіне септігін тигізетін себептері бар дегім келеді. Соның кейбіріне қазір тоқталып өтейін. Ол өте көп дегенменен. Таро картасынан адам әрбір сұрағына жауап алу арқылы ең алдымен өзінің кім екенін таниды. Өзін тану арқылы өзгелерді танып бастайды. Бұл адамдардың арасында бір мейірімменен түсінушіліктің, өзара бір үйлесімділіктің орнауына апарады. Яғни адамның өзінің өміріне деген санасы мен көзқарасы өзгерген кезде, бірінші кезекте айналасындағы адамдармен қарым-қатынасы өзгереді. Кімнің кім екенін ажыратып білген кезде өзінің өміріндегі болып жатқан уақиғалардың бәрі өздігінен жақсы жақтарға қарай бұрылыс тауып жатады. Ал енді өзін танымаған адам, ол біреуге жақсылық бермек түгілі сол жақсылықты өзіне жарытып жақындата алу да неғайбыл. Енді өмірде де кездестіріп жүрген боларсыздар. Кейбір адамдар мысалға өзін бір соншалықты діндар адам ретінде көрсетіп, басынан бақайшағына дейін қара жамылып алып, олар қаншалықты сыртқы кейпін өзгерткенменен оның ішкі дүниесі қараңғы қалпы қуыс кеуде күйінде қала береді. Тароның мәні адамның осындай бір тәртіпке, ережелерге бағынышты болмай-ақ, өзінің ішкі жан дүниесін тану арқылы санасында жақсы жаққа қарай өзгерте алатынын түсіндіреді. Енді сананың жақсыға өзгеруін немен салыстыруға болады? Шөлдеп тұрған гүлге су құйсаңыз, ол жанданып кететін сияқты, санасы жақсарғаныңда өмірі біртіндеп жақсарады. Тіпті мына тароның бір картасы әлемге де өзгеріс әкеледі десем мен қателеспеймін деп есептеймін. Себебі осылай санасы жақсы жаққа өзгерген адамдардың қолында әлемді басқару тұрса, ондай адамдар әлемді де жақсыға қарай өзгертеді. Одан кейін кейбірде адамдар басына түскен қиын жағдайлардан шыға алмай, шығудың жолын көрмей, сол бір қиындыққа мойынсынып жүре беретін кездері болады. Бұл сол адамның біреуден немесе бір нәрседен тәуелділікте жүрген қалпыда болуы мүмкін. Мұндайда сол адамның жаны үнемі қапаста жүргендей күй кешеді. Себебі күнделікті оның жаны құлазумен, күйзелісте, бақытсыздықпен өтіп жатыр ғой. Ал мұның түбі сол адамның өмірінің құлдырауына әкеп соғар сөзсіз, немесе жаңағы жоғарыда айтқан ауыр зардапты әрекеттерді жасауына апарады. Тароның мәні адамның рухани жанын рухани өсіруменен әкеліп, ешкімге, еш нәрсеге оны тәуелді етпей, өзінің жүрегінің үнін есту арқылы жаратқанға бар сүйіспеншілігімен жақындата түседі. Жақындаған сайын адамның күш-қуаты кеңейіп, жаны тазарады, жаны еркіндік тауып, тұла бойында тұнып тұрған толассыз бақыттың барын сезінеді. Әр адам өзінің жанын жаратқанның бір кішкене бөлшегі деп түсінгенде, сол бастауымызға біз жақындаған сайын жанымыз жасара түседі екен. Рухани өсудің шыңына жеткенде, жанмен бірге тәннің де жасаратын бір кезі келеді. Әрине бұл процесті мен жаратқанның сол адамға берген, адамдарға берген батасы ретінде қабылдар едім, батасына теңер едім. Осындай рухани өсумен келген өзгерістердің бәрі адамның жанының қалауының орындалғаны сияқты. Жаратқанның бізді қолдайтыны шексіз екенін, өз өмірімізді басқаруда, оны жаман етіп те, жақсы етіп те жасау өзіміздің қолымызда екенін түсінгенде, біз жалпы адамзатқа зиян нәрсенің бәрінен өздігімізден бас тарта аламыз. Тіпті материалдық құндылықтардың рөлі де маңызды еместігіне көзің жетеді. Әрине өмірде ақша,
байлық, лауазым, дәреже, мұның бәрі керек, мұның барлығы материалдық құндылықтарға жатады. Қалай онсыз болады дерсіз? Дегенменен мұнда да әр адамға құнығу мен қанағат етудің тепе-теңдігін сақтау керек екен. Одан кейін бұл өмірге дейін мен кім болдым, менің жаным кімнің жаны болды деп тегін қазбалап өзінің түбін іздеген адамдар қазір көбейді. Тароның түсінігімен айтсам, дәл қазіргі өміріңіздегі жаныңызды танып, соның қалауын тауып, дұрыс жолмен жүріп, әр күніңізді әдемілей алсаңыз, бұл өмірден қайтқанда сол ата-бабаңыздың да, кейінгі ұрпақтарыңыздың да алдында қайтаратын не қарымыңыз, не қарызыңыз қалмас. Керісінше сіз олардың ризашылығын алады екенсіз. Жаратқан ең соңында бәрімізге тәнімізді тастап, жанымыздың өзіне оралуын қалайды ғой. Олай болса, әр адамға жан дүниесінің көркем қалпын сақтап қалғаны ғана маңызды. Әр адам себебі дүниеге тек өзін және өзінің өмірін жасау үшін келеді. Онда сол өмірінің қожайыны өзі, сол өмірде қай есікке кірем десе де кілті өзінің қолында екенін ұғынуы керек. Тіпті қателессе де, қай жаста да бәрін тастап, басынан бастап кеш емес. Одан кейін бұл өмірге келгенде әр адамның бір мақсаты болады. Әркім өзін бір биік тұлға ретінде, жеке тұлға ретінде биіктен көргіміз келеді. Ол үшін не керек? Әрине қуат керек. Ал жаратқан сол қуатты әу бастан-ақ әр қайсыңызға сыйладым дейді. Олай болса, сол жаратқанның сыйлаған күш қуатын қажетсіз нәрселерге, қадіріңді түсінбейтіндерге емес, бірінші өз игілігіңізге жұмсаңыз. Осы жерде өзімнің бір өмірімнен мысал келтірсем, бұрын мен өзіме зиян келтірумен өзгелерге жақсы жасап жүре беріппін. Ал қазір өзіме зиян келтірмей, өзгеге де жақсы жасауды қолға алыппын. Сонда өзгенің көңіліне, қас-қабағына қарап, немесе жаңағыдай өзгеден тәуелділіктің бәрі көп жағдайда өзіңіздің жолыңызға өзіңіздің бөгет қойғаныңыз екен. Одан кейін өмірде бәріміз бақытты болуға ұмтыламыз. Тек айырмашылығы сол бақытты әркім әртүрлі жолмен іздейміз екен. Сол бақыттың кілтін басқадан емес, айналадан емес, тек өзіңіздің ішкі әлеміңізден іздеңіз дейді. Неге? Сіз мысалы бір бақытты адам деген адамның сыртынан бақылап қарасаңыз, сол адам жайнап, жарқырап жүреді. Неге? Себебі оның мына ішкі бақытының нұры айналасындағыларға күннің сәулесіндей шашырап тұрады екен. Ал енді күннің сәулесіне кім қыздырғысы келмейді, кім жылынғысы келмейді. Сонда бақытты адамның басқалар сол адамға өздері ұмтылады, сол бақытты адамның ортасын басқалар өздері іздеп келеді екен. Егер біреу мені келіп бақытты етеді деп күтіп жүрген болсаңыз, бұл қате. Бақытқа лайықтымын деген болсаңыз, сол бақытты адам тек өзін тану арқылы бақытын таба алады. Өзі бақытты адам өзгемен де бақытты, өзгені де бақытты ете алады екен. Тароның түсінігімен адамның өмірі соңына дейін ізденістен тұрады. Адам ізденуден еш жалықпауы керек. Сол ізденіс әрине білімде жатыр. Мен мысалы бұрын заңгер болғаннан кейін көбінде заң ізденісінен менің өмірім тұрыпты, ал осы жолы таро арқылы жан ізденісі жолындағы білімді мен бір үлкен қазынаға теңедім. Білген сайын қабілетің ашыла түседі, бірақ білмейтінің де көп сияқты. Білімнің шегі жоқ екеніне көзім жетті.
не істеу керек? Онда бар білгеніңді жинақтап өзгемен де бөлісу керек. Сонымен бір мезгілде іздене беруіңді ешқашан тоқтатпау керек, қазыныңа да кенеле беру керек. Өйткені көп білгеніңнен не пайда, не өзіңе, не өзгеге өріс бермесе. Негізі барлық адамдар белгілі бір қабілеттермен туылады, бірақ сол қабілеттерін бәрі бірдей дамыта бермейді. Бірде мен бала кезімде адамның үшінші көзі болады дегенді бір естідім, немесе оқыдым, білмеймін, есімде жоқ. Анамнан келіп сұрадым. Анам қарапайым ғана мұғалім болған адам. Ол кісі менің мына төбемдегі орайымды көрсетіп, әр адам осы төбесіндегі орайы арқылы жаратқанмен байланыста бола алады. Сол байланысты көру де, сезіну де үшінші көзің арқылы келеді деп түсіндірді. Осы бір сөздердің мәніне сол уақытта түсінбегеніммен, қазір үшінші көздің ашылуы тек рухани өсумен келетін адамның тұла бойындағы сезімталдық қабілеттің күшеюі, яғни интуициясының күшеюі екенін түсіндім. Бұл мына өмірдегі бар жетістігіңе өз түйсігіңмен жету, өзгенің ой-танымы, идеясы, азғыруы, тіпті қысымы да мүлде әсер етпейді. Яғни адам не бір жат діни ағымдардың жетегіне ермейді, өзіне қажетсіз сенімдерге иланбайды, адамзатқа тән барлық махаббатты өзінің жүрегінен табады. Мұндай кезде адам өзінің бойындағы өзгерістерді әрине байқайды. Бұл ата-бабасының қолдауы. Егер сіз бұған дейін періштелердің барлығына сенбеген болсаңыз, осы өзгерістер келген кезде періштелеріңіздің де барлығына сенетін боласыз. Олардың қамқорлығын сезінесіз. Түс көру немесе белгілер арқылы өзі келіп білінеді. Осындай көзге көрінбейтін нәзік дүниелермен, жоғарғы тылсым күштермен адамның ішкі жан дүниесінің байланыста болатынын түсіндім. Сонда рухани өсумен келген өзгерістер әуелі өзіңді танудан, кейін өзгелерді тануынан басталса, сәлден соң ғаламның да ғажайыптарын тани түседі екенсің. Тоқ етерін айтқанда, тароның мәні рухани өсумен бірге адамның жанына теңдесі жоқ рухани азық беретіні ақиқат. Мен осының куәсі болдым. Әрине, енді өз пайдасына дұрыс таңдау жасаған адамға тароның мәні мына тірлікте атқарған іс-әрекеттерінің, өзінің ішкі жан дүниесінің тазалығымен үндесе ме, ең бірінші осыны ұғынуына жол ашатыны анық. Енді әр адам дұға жасаймыз, тілек етеміз, сол тілегіміздің орындалуын күтеміз. Кейде тіпті соқыр сенімнің соңында жүріп, үмітіміз үзіліп те жатады. Ендеше сол тілегімізге күнделікті өмірде біз жету үшін әуелі өзімізге өзгеру керек шығар, немесе бір басқаша қарекет керек шығар. Жоғарғы күштерден алған біздің кеңесіміз несімен бізге артық болады деп ойлайсыз? Меніңше бұл адамның үмітіне қосымша үміт қосап, және өзіне бір үлкен сенімділік береді. Ал енді адамды жалпы алға сүйрелейтін сенім деген бұл ұлы күш. Жарайды, енді өткен уақыт өтті, болашақты айтпай-ақ қоялық, себебі болашақ бүгіннен басталады. Сол бүгіннен бастап өзіне сенімі мықты, кез келген сауалының жауабын дұрыс тапқан адамдар менен, тіпті кейін ұрпағымыздың болғанын қаласақ, менің ойымша қазіргі уақытта осы таро картасы өте қажет құрал. Енді мен сіздердің көзіңізше осынша айтқан таро картасынан бір сұраққа жауап алым келіп отыр. Бұл таро картасы. Авторы Райдер. Колодада 78 картасы бар.
Біздің сұрағымыз қандай? Мынадай болсын. Біздің сұрағымыз таро картасының кеңестері адамдарға не береді? Осы бір сұраққа таро картасынан біз жауап алайық. Жауап сұрайық. Бұл таро картасында 20-шы аға аркан сот. Жалпы таро карталары кіші аркандар және аға аркандар болып екі буыннан тұрады. Кіші аркандар бұл күнделікті оқиғаларды көрсетсе, аға аркандар шыққан кезде бұл адамға мына өмірдегі бір маңызды мәселелерді көрсеткісі келгені деп түсінеміз. Енді бұл аға аркан соттың мен мәнін айтып бастайын. Жалпы адамдардың өмірі кезеңнен тұрады. Бұл балалық кезеңі, бұл есею кезеңі, бұл қартаю кезеңі, сол сияқты әр адамның мына басынан кешіп жатқан әр түрлі оқиғалармен байланысты кезеңдер. Мысалы, бір адамның ауыр дерттен сауығып тұрған кезеңін алайықшы. Сол адам сол күйден шыққаннан кейін, сол кезеңнен өткеннен кейін бір қайтадан туылған сияқты өмірін жаңадан бастауға талпынады. Оның ендігі жерде алдағы өмірге де көзқарасы басқа болуы мүмкін. Яғни басынан өтіп жатқан әр қилы кезеңдердің бәрінде жоғарғы күштердің әсер етуіменен адамдардың өмірі де терең өзгерістерге ұшырап отырады. Себебі өмірінің бір кезеңі жабылып жатады, жаңағы екінші бір жаңа кезеңінің басталуыменен ұласып жатады. Өз кезеңі келген кезде адамдардың өмірінде бұған дейінгі оның өмірінде болмаған жағдайлар орын алып жатады. Мысалы, жаңағы адамның дертке ұшыраған сияқты, осы уақытқа дейін болмаған жағдайлар, жасырын болып келген нәрселердің қыспақтан босауы, шындықтың көзі ашылуы сияқты әр түрлі процестер адамның өмірінде де, қоғамда да қатарласып орын алып жатады. Енді біздің сұрағымыз тароның кеңестері адамдарға не береді деген біздің сұраққа. Бұл карта мына адамдардың таро картасына басқа көзқараспен қарап, оны басқа қырынан түсініп, саналы түрде шешім қабылдайтын кезеңге келгені деп көрсетіп тұр. Жоғарғы күштер адамдардың бәрінің мен қорғанышымын дей тұрып, тіпті дабыл қағу арқылы адамдардың өміріне мына осы кезеңдегі келіп жатқан өзгерістердің бәрі жақсы жаққа апаратынын, онда ескі өмірдің немесе мына ескі сананың құрсауынан босап, жаңа кезеңмен бірге жаңа мүмкіндіктерге адамдарға қол жеткізуге болатынын жеткізеді. Яғни адамдардың осы қазіргі қоғамда болып жатқан жаңа өзгерістерге ілесіп, енді біздің сұрағымыз бойынша таро картасының көмегімен де өздеріне жақсыға жол ашып, алдағы кезеңге ұмтыла алатынын білдіреді. Біздің сұрағымызға таро бір картасымен осындай жауабын берді. Енді расында өмірде басталған жаңа кезеңдердің бәрі көп жағдайда адамдардың өмірінің өзгеруіне, жаңаруына, дамуына алып келеді, егер байқасаңыздар. Біз енді қанша қимасақ та өткен кезеңге біздің қайта оралуымыз бәрі бір мүмкін емес. Өйткені өткеннің есігі жаймендеп жабылуда. Жаңа нәрсенің бәрі жанға жайлылық беретіні рас қой. Мысалы, сіз мына ескі пәтерден жаңа пәтерге көшкен кезде қайтадан барып тұрғыңыз келмейтіні сияқты, жалпы жаңа нәрсенің, жаңа кезеңнің келгенінің бәрі, жаңаға қол жеткізгеннің бәрі адамдардың бір арманның орындалуына мен теңер едім. Енді қолымызда мысалы ұялы телефон жоқ кездерді де бастан өткердік. Қазір онсыз үйден қарыс қадам аттап шығу қиын. Кез келген жаңа құралдың мысалы адамға пайдалы жағы болса, неге соны қажетімізге жаратпасқа? Бұл енді өз ойым. Жалпы
тароның әр картасының өзіндік мағынасы бар. Мен соның тек мәнін ғана жеткізуші адаммын. Бұл жерде мен өзім ойымнан ештеңе құрастыра алмаймын. Әрбір сұрақтың алдында карталар араластырады. Мына 80-ге жуық картаның ішінде қайсысы қолыма ілінетінін мен білмеймін. Тароның тек қана бір картасымен немесе бірнеше картасымен, тіпті барлық картасымен де жұмыс жасауға болады. Ол енді біздің қойылып жатқан сұрақтарымызға байланысты. Картаның түбінде күн картасы тұр екен. Бұл өте жақсы нышан. Бүгін енді мен сіздерге таро картасы туралы айтқым келгенді барымша жеткіздім деп ойлаймын. Менің пиғылым елдің бәрін сендіру емес, тек өзімнің білген түйгеніммен бөлісу ғана. Себебі осы бір құралдың көмегімен адамдардың өзіне деген сенімділігі артып, кейбірі өмірін жақсы жаққа өзгертіп, кейбірі құр бос уайымнан арылып, жаны тыныштық тапқандарын көріп жүрмін. Соған қарамастан біз дәрігердің кеңесін алдым деп бір-бірімізге ашық айта аламыз. Ал тароның кеңесін алдым дегенді жасырамыз. Менің ойымша, міне осы ұғым, бұл стереотип адамдардың өзінің бір еркіндігін ашық пайдалануына кедергі сияқты. Шын мәнінде дәрігердің кеңесімен біз сыртқы физикалық денемізді емдей алсақ, тароның кеңесі арқылы біз ішкі жан дүниемізді емдеуге болады екен. Қазақтың ақыны, жазушысы Сәкен Сейфуллин артына мынадай сөздерді қалдырып кетіпті. Сұлулық жақсы, бірақ адамның ең алдымен жаны сұлу болу керек. Сыртқы сұлулық көз сусынын қандырғанмен, жаны жақсы болмаса, жан сусынын қандыра алмайды дейді. Адам үшін жан сұлулығының барлық кезеңде маңызды екенін көрсетіп тұр, айтып тұр. Енді күнделікті өмірімізде сол жанымызды қуанышқа толтыратын тек қана өзіміз. Ол үшін тіпті мына жиі серуендеп, табиғатты тамашалап, денсаулықты күтіп, ән айтып, би билеп, бір кішкене ғана жетістіктеріміз болса, өзіміздің мадақтап қойып, өзімізді мақтап қойып, жақындарымызды құшақтап қойып, мұқтаждарға мейірім сыйлап, өмірді қазір сүріп, әрбір сәттен рақат тапсақ, міне осының өзі біздің ішкі жан дүниемізді жарқын ете түседі екен. Енді күнделікті күйбің тірлік таусылмайды. Сондықтан жанымыз не қалайтынын ұғынуға тырысайық. Жанымыздың қалауы көлеңкеде қалып қалмасын. Жанымыз да, тәніміз де сұлу болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.